Лифтте бұл қыз ешкім қарамаған кезде жасырын түрде 2 жұмыртқа алып, қабығын сындырып алған. Содан кейін ол қатты аш болса да, жұмыртқаны тікелей қабығынан жеп қойды. Ол оның камераға түсіп қалғанын қаламады. Бұл өте қымбат сауда орталығы болды. Джиен келушілер үшін лифт түймелерін басқан қызметкер болды. Ол күн сайын биік өкшелі туфли киіп, лифтте 12 сағаттан астам уақыт өткізетін. Ол қанша шаршаса да, аш болса да, үнемі күліп жүретін. Лифтте ешкім болмаған кезде ғана ол аздап босаңсыды. Бірақ біреу лифтке кіргенде, оның тамағына жұмыртқа кептеліп қалса да, оны жұтып үлгермесе де, Джиен бәрі жақсы деп кейіп танытуы керек еді. Бұл адам бірдеңені сезгендей болды. Ол Джиннің иісін сезіп, оның қышығанын сұрады. Джиен мұны естігенде қатты қорықты. Өйткені лифт жұмысшыларына тамақ ішуге және мүсіндеуге рұқсат етілмеді. Бұл дөрекі жігіт Джиеннің бастығы болатын. Бірақ министр Пак өте қатал болды. Ол лифттен біртүрлі иіс сезіп, бірден Джиеннен айыппұл талап етті. Ол түсіндіруге тырысты, бірақ ол тыңдағысы келмеді. Министр Пак тіпті оған ұрысып, менсінбей қарады. Бұл Джиенді қатты ашуландырды, бірақ ол келушілерді қарсы алған кезде әлі де күлімсірей берді. Бірақ бәрі оңай болған жоқ. Лифтілер жұмыстан кетейін деп жатқанда, министр Пак күтпеген жерден әйелдердің киім ауыстыратын бөлмесіне кіріп кетті. Ол кірер алдында бұрын соңды есікті қаққан емес. Ол әр кездесуде қыздарды жұмыс өнімділігінің төмендігі үшін сынайтын. Ол сондай-ақ олардың қалпын түзетуге көмектескісі келетінін сылтауратып, ұятсыз азғындық жасады. Күнкөріс үшін ақша табу керек деп, бәрі қатты ұялғанымен, олар ашулануға немесе оны кінәлауға батылы бармады. Корея сияқты дамыған елде олар сияқты білімі жоқ қыздар үшін зауытта қол еңбегін қажет етпейтін жұмыс бақыт деп саналды. Бұл қызметкерлердің сыртқы келбеті мен дене бітімінен басқа дағдылары болған жоқ. Мұндай менсінбеушілікке тап болған Джиен ғана қарсылық білдіруге және дауласуға батылы барды. Бұл Джиеннің министр Пакты үнемі қиыншылыққа ұшыратуының себебі болды. Бірақ бұл бәрі емес еді. Ол кезде кейде отбасынан шыққан қыздарды сыйламайтын. Жұмыстан кейін министр Пак онымен бірге барға бару және компанияның тұтынушыларына қызмет көрсету үшін тіл алғыш қыздарды таңдайтын. Әрине, қыздар мұны істегісі келмеді. Бірақ олар тек жұмысын сақтап қалуға шыдай алды. Бірақ бүгін министр Пак кенеттен әмбебап дүкен бұдан былай жүк көтерушілерді жалдамауға шешім қабылдағанын хабарлады. Жұмыстан босату кезең-кезеңімен жүзеге асырылады. Сондықтан олар өз еркімен жұмыстан шығу керек. Бұл жаңалық қыздардың үмітін үзді. 1990 жылдардан кейін дүниеге келген ұрпақтар бұл кезде лифтілер сауда орталықтарында стандартты қызмет көрсететінін білмеуі мүмкін. Бірақ әлеуметтік реформалардың дамуымен қазір мұндай лифтілерді кездестіру өте қиын. Міне, министр Пак олардан жұмыстан шығарғысы келетін әріптестерінің тізімін жасауды сұрады. Джин компанияның кенеттен қызметкерлерді алдын ала ескертпестен жұмыстан шығаруға шешім қабылдағанын сезді. Оның үстіне бұл әріптестер арасындағы қарым-қатынасқа нұқсан келтіретіндей етіп жасалды. Сондықтан Джиен тізімді бірден жыртып тастады. Министр Пак мұны көріп, Джиеннің бетінен ұрды. Ол оның бетінен қатты ұрды. Бұл соққы Джиенді ақыры оятып, оның өмірін түбегейлі өзгертетін шешім қабылдауға мәжбүр етті. Осыдан бірнеше күн бұрын Кореядағы королева Джерридің сұлулық салонына әйгілі шаштараз агенттігі Джиенға қарау үшін келгені белгілі болды. Джерри Джиеннің дене бітімі, сыртқы келбеті мен темпераменті оның талаптарына сай келеді деп ойлады. Джерри Джиенді сұлулық байқауына қатысуға шақырғысы келді. Джерри Джиеннің тезірек аруы болғанын қалады. Бірақ Джиен оның әдемі емес екеніне сенді. Джерри бұрын соңды адамдар туралы қателеспегенін сенімді түрде айтты. Шын мәнінде бірнеше күн бұрын Джиенге макияж суретшісі келді. Бірақ ол бәрінен бас тартты. Джин орта мектепте оқып жүргенде орта мектептің сұлуы болған. Оның дене бітімі мен бойы тамаша болғанымен ешкімге айта алмайтын сыры бар еді. Бұл оны өте сенімсіз және бақытсыз сезінді. Джиен мен Джерридің кездесуі бірнеше күн бұрын болуы керек еді. Толып жатқан метрода бір қыз кенет сыдырмасын ашып, тар көк купальникін шешіп алды. Ол тек қара пальто киген көпшіліктің арасында көзге түсті. Джерри қыздың бөксесін сипады, ал оның ернінің бұрыштары өзіне деген сенімділікке толы нәзік күлімсіреп көтерілді. Бәрі оның қазір не істейтінін ойлаған сәтте, қыз қолын беліне көтеріп, модель сияқты жүрді. Вагондағы барлық ер адамдар оған қарап тұрды. Қыздар сыбырлай бастады. Бірақ купальник киген қыз айналасында ешкім жоқ сияқты әрекет етті. Оның көзқарасы шешімді болды. Тек Джерри ғана өте байсалды көзқараспен тұрды. Метрода келе жатқан купальник киген қыз сұлулық ханшайымы екені белгілі болды. Керісінше, олар оны жаттықтырды. Сенімділік оның қимылдарынан көрінді. Поза әдемі болуы керек. Қадамдар сенімді болуы керек. Күлімсіреу табиғи болуы керек. Бірақ тым кең болмау керек. Арқасы түзу,
кеудесі сәл көтерілген болуы керек. Әрбір қимыл талғампаз болуы керек. Бірақ бәрінің наразылығына бой жеткен шыдай алмай, көзіне жас алды. Ол көпшіліктің арасынан жүгіріп өтіп, метродан секіріп түсті. Қыздың бұл әрекеті Джерридің көңілін қалдырды. Ол бастапқыда сұлулық байқауының чемпионы болған. Ол қазір Корея патшайымы сұлулық салонының директоры. Джерри Корея аруы байқауының көптеген жеңімпаздарын жеке жаттықтырды. Ол адамның Корея аруы атануға мүмкіндігі бар жоғын бір қарағанда анықтай алады. Көбірек лайықты үміткерлерді табу үшін Джерри әдемі қыздар көп болатын жерге барады. Джерри қызды көргенде, оны басынан аяғына дейін тексереді. Бірақ қарапайым сұлу қыздар оған риза емес. Бүгін Джерри кездейсоқ сахнада билеп жатқан қызды көрді. Оның сыртқы келбеті, дене бітімі, әр бидің ырғағы және сахнаны қалай меңгергені маңызды емес. Мұның бәрі Джерриді таңғалдырды. Өкшенің биіктігі 8 сантиметр, еденнен тізеге дейінгі қашықтық 51 сантиметр болатын. Еденнен жамбасқа дейін 90 сантиметр. Оның иығының ені, белінің, жамбасының, тіпті тобығының тамаша ені бар екенін түсіну үшін оның арқасына қарау жеткілікті болды. Бұл Джиен еді. Ол мұнда биші болып жұмыс істеуге келген. Егер ол сахнадағы атмосфераны жандандыра алса, бастық оған қосымша ақы төлейтін еді. Джерри сол кезде тынышталды. Джерри Джиеннің артынан жүгірді, бірақ кездейсоқ мас адамға соғылып құлап түсті. Джерри орнынан тұрғанда, Джиен көлікке отырып кетіп қалды. Джерри дереу хатшысына барда биші болып жұмыс істейтін қыз туралы ақпарат жинауды бұйырды. Келесі күні Джерри Джиен жұмыс істейтін сауда орталығына барды. Джерри Джиенмен киім ауыстыратын бөлмеде кездесті. Өзін таныстырғаннан кейін ол бірден бизнеске кірісті. Джерри Джиенге оны қатты жақсы көретінін айтты. Оның үстіне оның Корея аруы болуға деген сенімі мен қабілеті бар. Бірақ алдымен сіздің физикалық жағдайыңызды тексеруіміз керек. Джерри Джиеннің фигурасы мес стандарттарына сәйкес келетініне көз жеткізгісі келді. Джерри Джиеннен шешінуін өтінді. Өзің қалағанның бәрін шешіп ал. Біраз ойланғаннан кейін Джиен сыдырмасын ашып, көйлегін шешіп алды. Джиеннің бұл әрекеті Джерриді өзінің ерекше екенін сезінді. Джерри сөйлескен қыздардың барлығы алдымен сырт киімдерін шешіп алатын. Бірақ Джиен алдымен юбкасын шешіп алды. Ал Джиен блузкасын шешпекші болғанда, Джерри бұдан былай қараудың қажеті жоқ екенін айтты. Шын мәнінде, Джерри көптен бері Джиеннің шынайы бейнесін көріп жүр. Джерри Джиеннен шешінуін өтінді. Өйткені ол оның ақылдылығы мен батылдығын сынағысы келді. Джиеннің өнеріне өте риза болды. Джиен өзін аздап жарқыратып, Джерримен бірге сұлулық байқауына қатыса алады деп үміттенді. Джун Джерриді үйіне жіберген бойда сыныптасы Хен Джунмен кездесті. Ол қазір ірі косметикалық компанияның президенті екенін айтты. Хен Джун Джиенді іздеп, оны Чиджу аралындағы сұлулық байқауына қатысуға шақыруға келді. Шын мәнінде, оның компаниясы банкроттықтың алдында тұрды. Өйткені ол несие берушілердің келіп, қиындық тудырғанын қаламады. Сондай-ақ, ол компанияны құтқару үшін сыйлықақы алғысы келгендіктен, ол орта мектептен орта мектептің сұлулық ханшайымын табуға мәжбүр болды. Оның сұлулық байқауларына қатысу тәжірибесі болды, және оның алғашқы махаббаты болды. Джиен мен Хен Джунның тағдыры орта мектепте басталды. Ол кезде Джиен мектептегі сұлулық ханшайымы болатын. Оны мектептегі барлық ұлдар мойындайтын. Оның бойы 170 сантиметр болатын. Оның аяғы ұзын болатын. Ол күлген сайын лотос гүліндей болып көрінетін. Джиен келе салысымен мектептегі барлық ұлдар оған иесінен танып қалды. Оның музыкаға билеуі ұлдардың одан да қатты айқайлауына себеп болды. Олар қағаз ұшақты кім бірінші орынға шығаратынын білу үшін жарысты. Әдемі тик, токер қыздары болмаған заманда Джиенге тағы бір рет қарау басқа көз дәруменін қабылдаумен бірдей болды. Ер студенттердің мазақ еткен айқайы түймені басқанмен бірдей болды. Ал желмен ұшып бара жатқан қағаз ұшақтар тікелей эфир кезінде экранда пайда болған сыйлықтар болды. Олар жай ғана Богина оларға бір рет қарайды деп үміттенді. Егер ер студенттің қағаз ұшағы Джиенді көтерсе, бұл керемет болар еді. Сол жылы 17 жасар Хон Джунға Альцгеймер ауруы диагнозы қойыла жаздады. Оның жүрегі мен денесі дірілдеуін тоқтатқан жоқ. Хон Джунның тынымсыз назарында олар тез арада романтикалық қарым-қатынасқа айналды. Бірақ мектепті бітіргеннен кейін Хон Джун беделді университетке түседі. Джиен лифт операторы болып жұмыс істеуге мәжбүр болды. Хон Джунның анасы Джиен ұлына лайық емес деп есептеді. Ол олардың қарым-қатынасына барлық жағынан кедергі келтіруге тырысты. Ал Хон Джун оған мойынсұнып, Джиенмен ажырасуға шешім қабылдады. Сонымен қатар, Хон Джунның Ли Джунның инвестициялық фирмасындағы ескі досы. Егер Хон Джунның компаниясының қызметкері Корея аруы атағын жеңіп алса, Ли Джун барлық ақшаны Хон Джунның косметикалық компаниясына салуға дайын екенін айтты. Хон Джун байқауға қатысу үшін Чиджу аралына баруды шешті. Ол 5 миллион вон ақшалай сыйлық алып, қарызын өте алады. Бұл сонымен қатар Сеулдегі ұлттық байқауға дайындық болды. Бірақ Хон Джун Джиенге оның компаниясында ақша мәселесі жоқ.
ол жай ғана жаңа таланттарды тапқысы келеді деп өтірік айтты. Ол Джиеннің барлық шығындарын төлеуге уәде берді. Оның үстіне байқауда жеңіске жеткені үшін алатын $5 миллион жүлде оған беріледі. Хон Джун Джиеннің тезірек аруы болғанын қалады. Ол да олардың аяқталмаған махаббат хикаясын жалғастырғысы келді. Джиен қиындықтардан құтылғысы келді. Сондықтан ол байқауға қатысуға шешім қабылдады. Бірақ ол беделі мен тәжірибесі мол адамды таңдады. Тіркеу орнына келгенде, Джиен бұл ғимараттың Джерридің сұлулық салоны екенін түсінді. Бірақ байқауға келген қыздар өте көп болды. Әрбір қыз, егер ол жалғыз болса, ерлердің көз алдында құдай болар еді. Джиен мектепті бітіргенше жүк көтергіш болып жұмыс істеген. Біліміне және жұмысына қарамастан, ол өзін аздап сенімсіз сезінді. Бірақ Джи енді өзін төмен сезінген нәрсе оның фигурасы болды. Бойы ұзын болса да, кеудесіне көңілі толмады. Джи өте тартымды басқа қыздарға, содан кейін өзіне қайта қарады. Ақырында ол ешқашан сұхбатқа баруға батылы бармады. Джиен бірден бұрылып, бас тартуға бел буып кетіп қалды. Үйге келген соң, Джин өзінің ең жақын досына телефон соқты. Джиен кеудесін үлкейту операциясын жасауды шешкенін айтты. Содан кейін ол Джерридің сұлулық салонына барып, Корея аруы байқауына қатысады. Бұл Джин үшін соңғы мүмкіндік болды. Бірақ алдымен ол операцияны төлеу үшін Чеджу аралындағы іріктеу байқауында жеңіске жетуі керек еді. Сондықтан Джиен министр паркке демалысқа өтініш берді. Содан кейін олар бірге ұшаққа отырып, тікелей Чеджу аралына ұшып кетті. Бірақ Джионның қобалжығаны сонша, оның қолдары үнемі дірілдеп тұрды. Одан кейінгі көрініс ұшақтағылардың барлығын Джилонға қарауға мәжбүр етті. Ол ұшаққа мінгенде, Джилон 10 метр биіктікте кейбір нысандардың кеңейіп жатқанын білді. Джионның қасында отырған Хан Джун оған құлақ қалқанындағы қысымды жеңілдету үшін бірден сілекейін жұтуға кеңес берді. Бірақ Джон әлі де қатты ауырды. Хан Джун бірден Джионның құлағын қысты. Ұшақ тұрақтанған кезде ғана Джион айқайлауды тоқтатты. Джион Хан Джуннан қазір ұялып тұрма деп сұрады. Хан Джун бәрі осылай сезінетінін айтты. Бұл олардың ұшақпен бірінші рет ұшуы еді. Олар Чеджу аралына өте тез жетті. Кең жағалау сызығы ашық көк түсті. Ал жол бойында биік жасыл ағаштар болды. Бұл Джиен 10 жылдан астам өмір сүрген жерінен бірінші рет кетіп қалды. Ол мұхитты бірінші рет көрді. Бірақ оның артында отырған 3 серіктес кенеттен түсінді. Олар ұшу-қону жолағындағы костюмдерін өздерімен бірге алып кетуді ұмытып кетті. Бақытымызға орай, Джилон бұл мәселені шешетінін айтты. Сонда ғана олар жеңіл демалды. Ақшаны үнемдеу үшін олар Джилонға қонақ үйге тапсырыс бере алмаймыз деп өтірік айтты. Олар оған саунада әзірше тұра алатынын айтты. Оның бәсекелесі сәнді қонақ үйде демалуды ұнататын. Джион қиярдан бет маскасын жасап жатқан. Оның бәсекелесінің өз массажисті болған. Репетиция басталғалы жатыр еді. Джейн Джерриді жуынатын бөлмеде кездестіремін деп ойлаған жоқ. Джейді осы байқауға төреші ретінде шақырғаны белгілі болды. Бірақ Джерри бірден дауысын бәсеңдетіп, Джейнге басқаларға олардың таныс екенін көрсетпеу керектігін айтты. Бұл басқалардың арасында түсініспеушілік тудыруы мүмкін. Сонымен қатар, Джиен қалай өнер көрсетсе де, Джерри оған нөлдік ұпай береді. Егер Джиен әлі де ең аз ұпай жинап жеңіске жете алса, онда ол королева Джерридің сұлулық салонында жұмыс істеу құқығына ие болады. Мұны естігенде, өзін өте сенімді сезінген Джиен қатты таңғалды. Бірақ Джиен күтпеген нәрсе, кейінгі соққылар оны одан сайын күйзеліске ұшыратады. Сол күні кешке Хэн Джун Джи енді кешкі асқа апарғысы келетінін айтты. Ол оны өте сәнді қонақ үйге апарды. Оның басты мақсаты оған үлкен демеушінің көңілін көтеруге мүмкіндік беру болды. Бірақ Джиен мұндай келісімнің бұрын болғанын білмеді. Хэн Джун да Джиенге шындықты айтты. Ол оны Корея аруы болуға дайындаған кезде ғана ол осы бас демеушіден инвестициялық капиталды ала алады. Джиен бұрынғы ғашығы енді оны өз пайдасы үшін қонақ үйге апарады деп күтпеген. Ол оның осындай сұмдық әрекетке барғанын қалады. Джиен дереу орнынан тұрып, бұл жерден кетуге дайындалды. Осы кезде Хэн Джун айтқан демеуші есікті итеріп ашып, ішке кірді. Ол Джиенді жылдар бойы жасырын жақсы көретін адам болды. Осы кезде Хэн Джун бірдеңе істеу керек деген сылтауды пайдаланып, сыртқа қашып кетті. Бөлмеде Ли Джун бірден сөзге келіп, егер Джиен бүгін жақсы өнер көрсетсе, оған демеуші бола алатынын айтты. Мұндай қорлауды естіген Джиен орнынан тұрып кеткісі келді. Бірақ Ли Джун оның келбеті өте әдемі болғаны өкінішті. Бірақ оны қалай қолдануды білмейтінін айтты. Джиен бірден жауап берді. Ол қаншалықты кедей болса да, оның жағымсыз жүзіне қарауға жиіркенетінін айтты. Ли Джун Джиенді Хэн Джун оған опасыздық жасады деп қорлай берді.
бірақ ол әлі де кінәсіз және ештеңені түсінбейді. Бұл кезде Хен Джун сыртта отырған. Ақыры оның ар ұжданы оянды. Ол бірден бөлмеге баса көктеп кірді. Бірақ Джи Йен қалады деп үміттенді. Джи Йен оны шапалақпен ұрғаннан кейін ол кетіп қалды. Хен Джун отырды да Ли Джунға кешірім ретінде шарап құйып берді. Джи Йен қонақ үй есігінің алдында үнсіз жылап тұрды. Хен Джун стаканын ішіп болған соң асығыс жүгіріп шығып Джи Йенді шақырды, бірақ ол қазірдің өзінде оның артында тұрды. Хен Джун күтпеген нәрсе Джи Йен байқауға қатысуды жалғастыратынын айтты. Бірақ келесі күні Джин өзінің ең жақын досынан Хан Боктың артындағы сауда орталығына бірге баруын өтінгенде, оның ең жақын досы кездейсоқ министр Пакпен кездесті. Джи Йенге дереу телефон соғылды. Министр Пак Джи Йеннің бұл істі шеше алмайтынын сезінуін қалады. Бірақ қазір ең бастысы Джи Йеннің сахналық костюмі болмағаны болды. Сол кезде олар алтынның қымбаттағаны туралы хабарды көріп, кездейсоқ қарызға келген несие берушіге қарады. Көп көндіргеннен кейін олар алтын алқасын сатып, сахналық костюмдерін сатып алды. Сол кезде Джи Йен Хен Джунға Джерримен бірге Сеулге жарысқа баратынын айтты. Олардың қарым-қатынасы екі жаққа да тиімді болды. Хен Джун бірден Джи Йеннен кешірім сұрады. Ол оны айырбас монетасы ретінде пайдаланбауы керек еді. Егер ол Джерримен бірге барса, оның компаниясы банкротқа ұшырар еді. Бірақ Джи Йен бұрылып, артына қарамай кетіп қалды. Жарыс басталғалы тұрған еді. Қатысушылардың барлығы студенттер болды. Олардың кейбіреулері ауқатты отбасынан шыққан қыздар. Бірақ Джи Йеннен шыққан аура олардан кем түспеді. Оның профилінде судьялар оның стюардесса болып жұмыс істейтінін атап өтті. Ол сахнаға шыға салысымен Джин еңкейіп, бәрімен амандасты. Өзін таныстырудың бұл ерекше тәсілі барлығын өзіне жақынырақ сезінді. Джи Йен біраз қобалжығанымен, оның өнері жаман болған жоқ. Одан кейін бірден ән айтып, би билейтін сахна болды. Атақты әнші байқауда өнер көрсеткенде, оның әндері мен билері 1997 жылы бүкіл Азияға танымал болды. Байқауға қатысушылар күлімсіреп, оның артында биледі. Цзан жақсы билегендіктен, бұл қойылым оған ұпай жинағаны анық. Бірақ Цзан бұл кезде оның өкшесі сынып қалады деп күтпеген еді. Ол бірден тынышталып, билей берді. Залда отырған төрешілер де мұны байқады. Осы кезде Цихеннің барлық өкшелі аяқ киімдері сынып қалды. Бірақ ол өте сабырлы көрінді. Ол тепе-теңдікті сақтауға тырысып, билей берді. Байқау басталар алдында қарсыласы Цихеннің киім ауыстыратын бөлмеге жасырын кіріп кеткені белгілі болды. Ол оны Цихеннің өкшесі сынатындай етіп реттеді. Басты мақсат сахнада тұрғанда Цихеннің ұялуы еді. Бірақ Цихен әлі де өнерін жалғастыра алды. Алайда Цихен шыдай алмай, бірден құлап түсті. Бірақ ол ақыры қайта тұрды. Ол бір аяғын әрең ұстады. Аудиториядағылардың бәрі Цихен үшін алаңдады. Бірақ ол бас тартпауға шешім қабылдады. Ол лифтпен жұмыс істеу қаншалықты қиын болғанын есіне алды. Ол министр Пактың ұсқынсыз жүзін есіне алды. Джи Хеннің тобығы сынып, жеңіске жету мүмкіндігі болмаса да, ол бас тарта алмады. Өйткені бұл сұлулық байқауы индустриясында тыйым салынған болатын. Джи Хен әлі де күлімсіреп, музыканың ырғағымен тербелуге тырысты. Бірақ ақыры сахнаға қатты құлады. Бірақ ешкім күтпеген нәрсе Джи Хеннің өкшелі туфлін шешіп алғаны. Джи Хен жалаң аяқ билей берді. Бұл Джерриге және аудиториядағылардың барлығына әсер етті. Осы кезде Хен Джун сахнаға жүгірді. Бірақ Джи Хен әлі де спектакльдің соңына дейін шыдағысы келді. Өйткені ол байқауға қатысқаны үшін марапат алғысы келді. Күтпеген жерден Хон Джун Джи Хенді сахнадан алып кетті. Ол сол кезде не болғанын түсінбеді. Хон Джи Юнның дайындығы нашар екенін дұрыс түсінбеді және бұл сахнада осындай ыңғайсыз жағдайға әкелді. Бұл оқиға оның серіктестігінің абыройын да түсірді. Джи Юн оны сахнадан дөрекі түрде алып кетті деп айыптады. Ол конкурсқа қатысу үшін сауда орталығындағы Ханфаны жасырын түрде алып кетіп, парамен ұсталды. Егер ол сауда орталығына қайтып оралса, оны міндетті түрде жұмыстан шығарар еді. Мүмкін Джи Йен тіпті қылмыстық жазаға тартылуы мүмкін. Артқа жол жоқ еді. Джи Йен ол міндетті түрде ми болатынын қатты айтты. Бірақ дәл осы сәтте Джерри кенеттен пайда болды. Джерри мінезі мықты, қайсарлығы бар бейшара қыздың дәл осы нәрсеге мұқтаж екенін айтты. Джи Юн Джерримен бірге болғанда, ол бұрылып, Хон Чунға қарағысы келді. Бірақ Джерри Джи Юнға егер ол бұрылып кетсе, ол сияқты бүкіл өмірін құртатынын ескертті. Бірақ Джерри мен Джи Юн кетуге дайындалып жатқанда, Хон Джун оның артынан тағы жүгірді. Ол Джи Юнды бәрібір табамын деді. Ол өз ісін іс-әрекетімен дәлелдегісі келді. Хон Джи Юнға сеніп, оған қайта оралды. Джерри Хон Джунның батыл сөздеріне қарап, оған сенбеуді білмеді. Джи Йен әмбебап дүкенге оралып, министр Паркке қызметінен кету туралы өтініш берді. Джи Йен сауда орталығында қойылған Ханфуды ұрлағаны үшін өзін кінәлады. Джи Йен одан енді құрбысының соңынан ермеуін шын жүректен өтінді. Министр Пактың айтуынша, Джи Йен одан құрбысын аямауын өтінуі мүмкін.
бірақ ол келісім жасасуы керек, әйтпесе ол полиция шақырады. Келесі күні Джин министр Пактың қасына барып, оған жұмыстан босату бойынша барлық жәрдемақысын беруге дайын екенін айтты. Ол мұны өзінің ең жақын досын жұмыстан шығарудан құтқару үшін жасады. Бірақ ол мұндай келісімге келіспеді. Джин не қалайтынын жақсы білді, бірақ ол ақшасын жоғалтуға дайын болды. Джин тістерін қайрап, 6 айдағы жалақысының жартысын министр Пакпен келісімге қосты. Сонда ғана ол риза болып күлді. Ол бұрылып, Джиннің иығынан қағып, мәміленің сәтті болғанын атап өтті. Осыдан кейін Джин жүк көтергіш ретіндегі жұмысымен қоштасуға мәжбүр болды. Ол сұлулық байқауында жеңіске жету жолын бастады. Ол өмірінің 10 жылын осында өткізді. Сондықтан жастық шағын бұдан былай босқа өткізгісі келмеді. Бірақ оны мазалаған мәселе ешқашан шешілген жоқ. Күн сайын түнде Джин кеудесінің өлшемін өлшеп, оның үлкейгенін көру үшін сызғышты алып тұратын. Сонымен қатар, қыздар темір тоғанды аяқтарының арасында 15 минут ұстауға мәжбүр болды. Олар сондай-ақ 20 минут бойы қол ұстасып, 30 минут бойы қабырғаға тік тұруға мәжбүр болды. Мұның бәрі аяқтың пішінін жақсартуға және салбырап қалмас үшін жердің тартылыс күшіне қарсы тұруға көмектесті. 200 еңкейіп, секіру жамбасыңызды сымбатты етіп көрсетуі мүмкін. Әйелдер 20 жасқа толғанда жамбастары кеңейе түседі. Бұл жаста олардың бойы бірдей болады. Егер бөкселері серпімді және тар болса, онда фигура әлдеқайда биік болып көрінеді. Олардың дене пропорциялары үйлесімді болған кезде олардың қалпы табиғи түрде әдемірек болды. Барлық қыздар алға жылжу үшін жамбас бұлшықеттерін тартуға тырысты. Бұл қозғалыс бөкселерді тиімді көтереді. Джин ең көп тырысты, өйткені ол жеңсе ғана Джерридің жанында бола алады. Бірақ Чехидің қозғалыс жылдамдығы Джиннің жылдамдығымен бірдей болды. Бұл жерде қыздар көп жұмыс істеп, күнде қатты терлесе де, сұлулық ханшайымы болуды армандайтын қыздар әлі де көп. Бұл жер Джерридің өзі негізін қалаған сұлулық әлеміндегі Хуанпу әскери академиясы деп аталады. Сұлулық байқауында 7 рет жеңіске жеткен Джерридің тәжірибесі мол ғана емес, сонымен қатар қыздарға арналған сұлулықтың бірнеше құпиясын біледі. Джин 25 жаста және оны сынап көруге көп уақыт қалмады. Бұл жаста ол енді келесі жылы байқауға тіркеле алмайды. Джиннің тек орта білімі және лифт қызметінде 10 жылдық тәжірибесі болған. Сондықтан бұл оның тағдырын өзгертудің соңғы мүмкіндігі болды. Бірақ бүгін жаттығудан кейін Джерри барлығына командалық рухты көтеру үшін бір-бірімен шынайы сөйлесуді ұсынды. Олар бірге душ қабылдауы керек еді. Джин мұны естігенде бірден шошып кетті. Оның қорыққаны ақыры болды. Қалған қыздардың бәрі орнынан тұрып душқа түсті. Бірақ Джин еденде жатып, не істеу керектігін қатты уайымдады. Осы кезде қалған қыздар сүлгіні алып душқа кіріп үлгерді. Джин өзіне қарады. Ол осы сәтте өзін одан сайын сенімсіз сезінді. Бірақ Джерри Джинге ұялмау керектігін айтты. Джиннің шындықты айтудан басқа амалы қалмады. Бірақ дәл осы кезде директор Жан кездейсоқ шәкіртін киім ауыстыратын бөлмеге алып келді. Бұрын Жан Джерридің қарамағында болған. Бірақ қазір олар бір-бірінің қас жауына айналды. Екі қарсылас кездескен кезде бірден ыңғайсызданып қалды. Олар бір-бірінің сөздерін ұнатпады. Сондықтан дау тез өршіп кетті. Екі жақтың студенттері бір-бірін мазақ ете берді. Директор Жан да орнынан тұрып, өзінің әсерлі фигурасын көрсете бастады. Ол кеудесінің шынайы екенін сенімді түрде айтты. Оның үстіне ол Джерридің денесінің барлық бөліктері табиғаттың сыйы екенін айтты. Директор Джон Джерриді силикон әйел деп атады. Бірақ Джерри бұл 1997 жыл деп жауап берді. Қазір адамдар сұлулыққа ұмтылатын дәуір. Джерри 10-20 жылдан кейін де пластикалық хирургия сәнге айналады деп сенді. Тек директор Джон сияқты адамдардың ғана көмек сұрайтын жері болмайды. Содан кейін олар пластикалық операциядан кейін басқа біреудің сұлулығына қызғанышпен қарайды. Осы кезде директор Жан Джерридің артында тұрған Джи жасты көрді. Директор Жан Джиенді суырып алып, басынан аяғына дейін тексерді. Содан кейін директор Жан Джиенді кеудесін үлкейтпегені үшін мазақ етті. Сонымен қатар директор Жан Джиеннің денесіне қол тигізуді жалғастырды. Джерри бұдан былай оған қарай алмады. Джерри директор Жанды итеріп жібергенде, ол Джи жасты өзіне қарай тартты. Бірақ Джерри қолындағы нәрсесінде бірдеңе дұрыс емес екенін сезді. Джерри бәрін бірден түсінді. Бірақ алдымен директор Ианмен жұмыс істеу керек болды. Олар бір-біріне ұрысудан бір-бірінің шаштарын тарта бастауға тез көшті. Киім ауыстыратын бөлмеде бірнеше әйелдің төбелесі басталды. Олар бір-бірінің шаштарынан ұстап, орамалын жұлып алып, төбелесетін. Төбелестен кейін Джерри Джиенді сөйлесу үшін шетке алып кетті. Джерри Джиенді өлшегенде, ол кеудесінің өлшемін шамамен анықтай алды. Бірақ дәл өлшеу үшін ол әлі де өлшеуіш таспаны қолдануға мәжбүр болды. Егер Джиеннің кеуде өлшемі басқа сайыскерлермен салыстырғанда тым кішкентай болса, ол жаттығуды жалғастырса да, бұл мағынасыз болар еді. Джин орамалын шешкен бойда Джерри шошып кетті. Ол өлшеуіш таспаны алып,
мұқият өлшей бастады. Джейн әрқашан кеудесінің кішкентай өлшемі туралы айтудан ұялатын, бірақ қазір онымен күресуге тура келді. Джерри өлшеп болған соң, ол ештеңе айтпады. Оның жүзі өте байсалды болды. Осы сөзден кейін Джерри Джейнді таңғалдырды. Шын мәнінде Джейннің кеудесінің өлшемі қалыпты болды. Бірақ егер ол жарысқа қатысып, жеңіске жетуді қаласа, оған пластикалық ота жасау керек болды. Шын мәнінде Джейн пластикалық хирургия клиникасына барған, бірақ операцияның құны $5 миллион құраған. Оның ондай ақшасы жоқ еді, бірақ сұлулық байқауы жақындап қалды, және операциядан айығу үшін уақыт қажет болды. Мұны бұдан былай кейінге қалдыруға болмайды. Бірақ сол кезде Хон Джун Джейннің үйді жалға беру туралы хабарландыруын көрді. Ол жасырын түрде келісім шартқа қол қою үшін брокерге барды. Осыдан кейін Хон Джун Джейннің үйіне көшті. Хон Джун осы мүмкіндікті пайдаланып, Джейн бірінші болғысы келді. Оның үстіне, ол оған Джейннің бүкіл отбасының алдында ашық купальникпен сұлулық байқауына қатысқысы келетінін ашық айтты. Оның үстіне, бұл байқау оның денесін ашық купальник киген әлемдегі барлығы ер адамдар үшін көрсетудің бір түрі болды. Үлкен отбасы мүшелері әрқашан өз көзқарастарында өте консервативті болды. Мұны естігенде, олар бірден Джейнге ашуланды. Анасы ерте қайтыс болды. Сондықтан оны атасы, әкесі, ағасы және ағасы тәрбиеледі. Олар да купальник киген шоуларды көргенді ұнатса да, қызының басқалардың алдында өнер көрсетуіне мүмкіндік бермес еді. Барлығы Джейн жұмысқа орналасып, лифт операторы болады деп үміттенді. Сонда ол ерте үйленіп, көп балалы болар еді. Ол сияқты қыздар осылай істеу керек. 4 ер адам Джейн әйел болып туылғандықтан, оның тағдырын өз мойнына алу керек деп есептеді. Ашық купальник киіп, көпшілік алдында суретке түсу, бұл білімді отбасынан шыққан қыздың қолынан келетін нәрсе емес. Егер Джейн мұны істесе және оның отбасы шошып кетсе, оның үстіне ағасы оның кеудесі өте кішкентай екенін және жеңіске жетуге мүмкіндігі жоқ екенін ашық айтты. 4 ер адам тіпті қайшысын алып, Джейннің шашын кескісі келді. Сонда ғана Хон Джун жүгіріп келіп, оларды тоқтатты. Егер Джейн кесілген болса, оның жоспары орындалмай қалар еді. Күрес кезінде Хон Джун кездейсоқ құлағын жарақаттап алды. Ол осы мүмкіндікті пайдаланып, айқайлай бастады. Содан кейін ол Джейнді ұстап алып, онымен бірге бөлмеге тез тығылды. Бірақ Джейннің туыстары бәрін шешіп қойған. Қандай жағдай болмасын, олар Джейннің жарысқа қатысуына жол бермеуі керек еді. Бөлмеде Джейн Хон Джунның жарасын емдеп жатқан. Оның құлағында иненің көзіндей жара бар еді. Бірақ оның бақытсыз болғаны сонша, ол жұдырығын түйіп айқайлады. Осы кезде Джерри Джейннің үйіне келді. Джерри, егер ол тек Джейнға сенетін болса, оның отбасын сендіре алмайтынын білді. Сондықтан Джерри Джейннің үйіне келіп, өзін Маже есімді 1967 жастағы Корея аруы ретінде таныстырды. 4 ер адам теледидардан ғана көрген сұлулық байқауының жеңімпаздарын көріп, әп-сәтте жанкүйерлеріне айналды. Дж фотоальбомын алып шықты. Онда ол жаттықтырған сұлулық байқауының барлық жеңімпаздарының суреттері болды. Бұрын олардың барлығы қарапайым, жалақысы төмен жұмысшылар болған. Бірақ мисс атағын алғаннан кейін олардың бірі ауқатты адамға тұрмысқа шығып, магнаттың әйелі болды. Екіншісі танымал актриса болды. Оның үстіне, егер қыздың түйіндемесінде оның аруы екені айтылған болса, керісінше, ол қай жерде жұмыс істесе де, кез келген компанияда оған артықшылық берілді. Осылайша, Корея аруы жеңімпаздарының өмірі атақ алғаннан кейін толығымен өзгерді. Мұны естіген жан отбасы Джерридің оларды сендіру үшін келгенін түсінді. Олар да сол кездегі өмірдің керемет екеніне сенгенімен, Джинның байқауға қатысуына әлі де кедергі болды. Өйткені олар оның басқалар сияқты қалыпты, тыныш өмір сүргенін қалады. Содан кейін Джинның отбасы Джерриді кетуге шақырды. Осы кезде Джейн бұдан былай өзін ұстай алмады. Ол сұлулық байқауына қатысатынын айтты, сондықтан оған да кеудесін үлкейту операциясы жасалады. Джейн сөзін аяқтай салысымен, оның отбасы таңғалып, үнсіз қалды. Хон Джун бірінші болып қарсылық білдірді. Ол оның ота жасатқанын қаламады. Содан кейін ол бірден Джерриді сынай бастады. Ол Джейнға қандай сиқырлы сиқыр жасағанын сұрады. Сонымен бірге Хон Джун Джейннің онсыз да өте әдемі кеудесі бар екенін айтты. Егер ол оның кеңесіне құлақ асатын болса, чемпионатта жеңіске жету үшін оған кеудесін үлкейту операциясы қажет емес. Сонымен қатар, Хон Джун егер Джейн ота жасатуға шешім қабылдаса, оның көз алдында өлетінін айтты. Осыдан кейін олар Джинді бөлмеге қамап, оның соңынан ерді. Олар оған режиссер Джерримен бірге шығуға мүмкіндік бермейді. Денесін әдемі ету үшін Джейн 1 шақырым қашықтықта бөксесін көтеріп жүруге жаттығады. Содан кейін Джейн іш қуысын жаттықтыру үшін 200 рет еңкейіп отырды. Ол жамбастарын сымбатты ету үшін 300 еңкейіп отырды. Сонымен қатар, ол кеудесін үлкейту үшін 400 рет итеріп жіберді. Өйткені оның денесі ұсқынсыз болды. Осылайша, пластикалық операциядан басқа, бұл оның денесін тартымды етудің жалғыз жолы болды. Ол ұйықтап жатқанда да Джин бәрібір қол ұстасып тұрды. Басты мақсат
жердің тартылыс күшіне қарсы тұру және дененің салбырап кетуіне жол бермеу. Осы кезде Хен Джун кенет есікті ашып ішке кірді. Джиен оған күш-қуатын үнемдеуді айтты. Бәрін бүлдірудің қажеті жоқ. Ол Джерримен байқауға қатысуға шешім қабылдады. Бұл арада Хон Джун Джиеннің көзінше бос сөз айтты. Егер ол оның командасына қосылса, оған ота жасатудың қажеті жоқ екенін айтты. Мұндай денемен ол чемпионатты жеңе алады. Джиен бірден Хон Джунға одан аулақ болуды бұйырды. Джиеннің айтуынша, егер Хен Джунның онымен сырласуға уақыты болса, онда ол компанияның істерімен жақсырақ айналыссын. Хен Джун оны шынымен жақсы көретінін және оның денесіне зақым келтіруі мүмкін операция жасатқысы келмейтінін айтты. Бұл Джиеннің кіммен бәсекеге түсетініне ешқандай қатысы жоқ. Бірақ ол оған қайтып оралып, банкротқа ұшырағалы жатқан компаниясымен айналысуын айтты. Содан кейін оған келіп, онымен махаббат туралы сөйлесуге рұқсат етіңіз. Оның жасы 30-ға таяп қалды. Оның ақшасы ғана емес, үлкен қарызы да болды. Сондықтан оның жеңетініне не сене алар еді? Бірақ Хон Джун қыздардың назарын тек өзі сияқты жаман жігіттер ғана аудара алатынын айтты. Келесі күні Джиен пластикалық ота жасау үшін ауруханаға барды. Ол кезде ауруханада тегін пластикалық хирургия акциясы өтіп жатқан болатын. Егер ол өзінің фотосуреттерін орналастыруға келсе және операциядан кейін олардың сайтында жарнамалау үшін болса, онда ол операция үшін $5 миллион төлеуге мәжбүр болмайды. Сонымен қатар, пластикалық хирург аурухана клиенттің бетін ашпайды деп уәде берді. Енді Джиен бұл әдісті қолданғысы келді. Бірақ дәрігер алдымен мұқият тексеруден өту керек деді. Бұл Джиенге біраз ескерту жасады. Бірақ ол әлі де мисс атағын тезірек жеңіп алғысы келді. Сондықтан терең тыныс алғаннан кейін ол шешім қабылдады. Келесі күні Хен Джун тікелей пластикалық хирургия клиникасына барды. Ол оған ота жасатуға келсе, чемпионатта жеңіске жететініне тағы да сендірді. Бірақ Джерри Джиенге ота жасатуға мәжбүрлемейтінін айтты. Бұл Джиеннің шешімі еді. Ол келісті. Джиеннің айтуынша, егер ол чемпионатты жеңе алса, онда ол басынан өткерген барлық күш-жігермен азапқа тұрарлық. Хен Джун оған егер ол келіспесе, міндетті түрде өкінетінін айтты. Сосын артына бұрылып, ашуланып кетіп қалды. Күтпеген жерден кешке ол Джиенге қайта келді. Үшінші рет ол оған чемпионатты операциясыз жеңуге көмектесетініне сенімді екенін айтты. Джиен Хен Джунға онымен жұмыс істегісі келмейтінін, өйткені оған зиян тигізгісі келмейтінін шындап айтты. Мәселе мынада, сұлулық байқаулары тек сыртқы келбетке ғана емес, сонымен қатар теріге, фигураға, киімге, зергерлік бұйымдарға, тіпті шығу тегіне, саясатқа, хоббиге және төрешілердің пікіріне де қатысты. Қалғандарының барлығы байқауға дайындалу үшін оннан 20 миллион вонға дейін жұмсады. Хен Джун қарызға белшесінен батып қана қоймай, аутсайдер болды. Егер олар бірігіп кетсе, олар жарыстан тезірек шығып қалар еді. Хен Джун оның қабілеттеріне сену керек екенін қайта-қайта айта алды. Оның қазір ақшасы жоқ еді, өйткені жолы болмады. Болашақта ол оның бақытты өмір сүруін қамтамасыз ете алатыны сөзсіз. Бірақ Джиен оның сөздеріне қатты әсер еткені сонша, ол көзіне жас алды. Ол сәл тартынса да, өз таңдауын талап етті. Джиен келесі күндері қатты жаттығады. Ол сияқты табанды тағы бір адам болды. Джиен сияқты әдемі болмаса да, оның дене бітімі әлдеқайда жақсы болды. Сонымен қатар, өзіне өте сенімді болып көрінді. Джиен сол күні кешке үйге келгенде, ол бейқам болуға батылы бармады. Ол таяқшаларын тістеп, кеудесінің терісін алмаға ұқсату үшін жаттығуларын жалғастырды. Джиен өзін таныстырып жатқанда, кенет Хен Джун кіріп келді. Бұл жолы ол Джиеннің кеудесін үлкейту операциясына ақша жұмсауға дайын екенін айтты. Бірақ шарт Джиен онымен ынтымақтасуы керек еді. Содан кейін Хен Джун өте қалың конвертті алып шықты. Ол ақшаны алу үшін ескі үйін кепілге қойған болып шықты. Ол жай ғана оның сеніміне лайық екенін дәлелдегісі келді. Бірақ Джиен оған мән бергісі келмеді. Бөлмесіне қайтып келгенде, ол еңкейе берді. Бірақ Джиен Хен Джунның ол үшін не құрбан еткенін ойлағанда, ол біраз қозғалды. Келесі күні таңертең Джиен Хен Джунды отбасымен таңғы асқа шақырды. Оның оған деген көзқарасы да өзгерді. Хен Джун автобус күтіп тұрғанда, кенеттен конверттегі ақшаның әлі де бар екенін байқады. Джиеннің бүгін таңертең оған соншалықты жақсы болғаны таңқаларлық емес. Ол әлі де кеудесін үлкейту операциясын тегін жасағысы келетіні белгілі болды. Джиен мықты әйел болғандықтан, ол басқа біреудің ақшасын пайдаланғысы келмеді. Осы уақытта ол ауруханада операция үстелінде жатты. Осы кезде Хен Джун да ауруханаға жүгіріп келіп, ақшаны үстелге қойды. Ол Джиеннің суреттерін операцияны тегін жасау үшін пайдаланғанын қабылдай алмады. Ол медбикеге операция алдында түсірілген барлық фотосуреттерді дереу алып тастауды бұйырды. Бірақ бұл уақытта Джиенге жалпы наркоз жасалып қойған. Ол бірте-бірте есінен танып, Хен Джунның оған қоңырау шалғанын естімей қалды. Джиен операция бөлмесінен тез шығып кетті. Бұл кезде Хен Джун қатты күйзеліске ұшырады. Ол қорқып кетті ме, ауырып жатыр ма деп уайымдап сұрады. Хен Джун операция үшін ақша төлеп қойғанын айтты.
сондықтан онымен жұмыс істеу туралы ойлану керек. Джерри Джиеннің операция бөлмесінен тез шығып кеткенін көріп, бірден не болғанын сұрады. Джиен бірден басын төмен салып, директор Джерриден кешірім сұрады. Операция алдындағы соңғы сәтте Джиен Хон Джунның көндіруіне көніп, операциядан бас тартуға шешім қабылдағаны белгілі болды. Бұл Джиен Джерримен бәсекелеспеуге шешім қабылдағанын білдірді. Джерри қатты ренжіді. Джин оған опасыздық жасап қана қоймай, одан да жаманы, ол адаммен бәсекелесуге бел буды. Өз пікірі жоқ қыз үшін Джерри де оны бұдан былай ұстамауға шешім қабылдады. Әрине, Джиен мұның дұрыс емес таңдау екенін бірден түсінді. Өйткені мақтау оның жеңуіне көмектеспейді. Байқаудың басқа қатысушылары жалаңаш шешініп, сұлулық салонындағы диванға жатты. Осы кезде олардың денелері 24 карат алтынмен қапталған. Джиен алтынның бетіндегі ісінуді азайтуға көмектесетінін білді. Бұл алтынның неліктен өз құндылығын соншалықты жақсы сақтайтынын түсіндіреді. Бұл ысырапшылдық сияқты көрінуі мүмкін, бірақ нәтижені көру үшін қыздарға диванда 3 күн ғана жату керек. Олардың бет әлпеттері айтарлықтай сымбатты болады. Хон Чун Джиенге екі қолымен бетінен сипауды бұйырды. Оның айтуынша, бұл да бетті сымбатты етуге көмектеседі. Джиен қызарып, ауырып қалғанша тез бетінен ұра бастады. Директор Чан шәкірттерін бумен пісіріп, салмағын жоғалту үшін саунаға апарды. Хон Чун допты алып, Джиенге жатып, қатты басуды бұйырды. Бұл оның іш аймағында салмағын жоғалтуға көмектесетінін айтты. Ол сондай-ақ бұл әдіс Джерридің сұлулық салонына қарағанда әлдеқайда тиімді екенін айтты. Бірақ сұлулық байқауының іріктеу кезеңі жақын арада басталады. Джиен шашымен не істеу керек? Хон Чун идеясы бар екенін айтты. Ол Джиенді қарсыласы Джерридің жаттығу залына апарды. Хон Чун Джерриден сабақ алу үшін осында келгенін айтты. Ол сондай-ақ бұрынғы чемпион директор Чангтың сұлулық салонына бармағанын айтты. Өйткені ол олардың деңгейі шамамен бірдей екенін сезінді. Сондықтан олар тәжірибе алмасуға мәжбүр болды. Бірақ Джиен шындықты айтты. Ол директорынан шаш үлгісіне көмектесуін өтінді. Джиен Джерри оларды қуып жібереді деп ойлады. Бірақ ол өте мейірімді болды және Джиеннің шашын жасауды шешті. Джерри нағыз сұлулық шебері болатын. Ол сондай әдемі шаш үлгісін жасағаны сонша, Джиен ешқашан өзін соншалықты әдемі көрмеген. Оның айналасындағы қыздар Джиенге таңдана алмады. Арыстан басының шаш үлгісі Кори сұлулық ханшайымдары арасында танымал болды. Ол шашын қалың етіп қана қоймай, бетінде сымбатты етіп көрсетті. Джиен бұл шаш үлгісіне қатты қуанды. Көп ұзамай сұлулық байқауының іріктеу кезеңі басталды. Джерри әр қатысушыға 2 визажист пен ассистент дайындады. Бұл олардың назарын байқауға аударуға мүмкіндік берді. Джиен үйде жалғыз болып, бәрін дайындады. Ол тек өзін өзі жігерлендіре алды. Байқауға асығыс бара жатқанда, Джиен өзінің қатысушы картасын алуды ұмытып кетті. Ол тез арада байқау өтетін жерге жетті. Бірінші сынақ макияжсыз сынақ болды. Ұйымдастырушылар байқауға қатысушылардың көлемі мен салмағының өсуін өлшеді. Бірақ сұлулық салонының басшылығымен әр қыз кішкентай трюкті қолданды. Кейбіреулер кеуде қуысының көлемін өлшеу алдында 100 рет отжимания жасап, кеуде қуысының көлемі 2 сантиметрге ұлғайған. Кейбір қыздар өлшеу кезінде тыныстарын қатты қысып, нәтиже табиғи түрде сәл үлкенірек болды. Бір түрлі, бірақ өте арық, бірақ әйтеуір кеудесі өте үлкен қыздар болды. Бірақ жанның бойында туа біткен талант жоқ. Тіпті бұл айлаларды қалай қолдануды да білмейтін. Бірақ Джиенді мүлдем дәрменсіз ететін бір нәрсе болды. Ол үйде өзін өлшеп жатқанда, оның 32-сі болғаны анық. Бірақ қазір нәтиже небәрі 30 болды. Джиен оны тағы бір рет өлшеуді өтінді. Бірақ ұйымдастырушылар үзілді-кесілді бас тартты. Бұл бірлескен демеушілік компания болып шықты. Байқауға демеушілік жасаған косметикалық компания әзіл айтуды ұйғарды. Хан Джун мен Джиен бір-біріне қарсылас болғандықтан, ол компанияның өкілі Хан Джунның келесі турға барғанын қаламады. Джиеннің кеуде өлшемі кішірейіп қана қоймай, бойы 2 сантиметрге кішірейген, ал бет 8 сантиметрге ұзарды. Бастапқыда бойы мен салмағының тамаша арақатынасына ие болған Так Джиен 7-ші болды. Хан Джун не істерін білмеді. Сол кезде Джиеннің әкесі оның байқауға қатысу үшін сауалнамасын тауып алып, оның жасырын тіркелгенін сол кезде ғана білді. Сондықтан Джиеннің отбасы бірден байқау өтетін жерге барып, оны алып кетуге шешім қабылдады. Осы уақыт ішінде Джиен әлі де бетін кішірейту үшін Хан Джунның әдісін қолданды. Бұл арада Джерридің шәкірттері кәсіби массаж терапевттерінің бақылауында болды. Директор Джон тіпті олардың бетін кішірейтуге жеке өзі көмектесті. Осы кезде Хан Джун байқауды ұйымдастырушыға барды. Ол Джиеннің дене пропорцияларын өлшеу кезінде оған әділетсіздік жасалғанын айтты және макияжсыз бет әлпет бағаланғанша залда болуға рұқсат сұрады. Бірақ оның ешқандай байланысы да, парасы да болған жоқ. Сондықтан жауапты адам бұл байқау ережелеріне қайшы келетінін айтты және Хон Джунды олардың барлығынан бас тартты.
Бірақ тілшінің қысымымен ол ақыры журналистке сұхбатты жазып алуға рұқсат берді. Шын мәнінде директор Кан бұл бағалауды алдын ала жоспарлаған болатын. Бірақ ол жерде тілшілер болғандықтан судьялардың әділ баға беруден басқа амалы қалмады. Джиен сыртқы келбетінің арқасында жоғары баға алды. Осы кезде Джиеннің отбасы да жарыс залының есігіне келді. Олар Джиенді купальникпен жарыс басталмай тұрып, үйіне алып кетуге бел буды. Киім ауыстыратын бөлмеде директор Канның шәкірттері жайғасу үшін терең демалды. Содан кейін олар фигуралары құм сағатына ұқсайтындай етіп, бірден белдерін мықтап орап алды. Сонда ғана олар өздерін мінсіз деп санай алды. Директор Чжан Сонг Джуға демала алмаса да, соңына дейін шыдау керектігін айтты. Өйткені купальник киген кезде өзіңді осылай орап алсаң, фигураң мінсіз болады. Сонда ғана төрешілер Сонг Джуға жоғары баға берді. Бұл директор Канның купальниктегі сұлулықты жасаудағы ерекше құпиясы болды. Басқалары пластикалық хирургияға миллиондаған қаражат жұмсады. Ал оған тек бір орама таспа керек болды. Директор Джерри шыдамдылықпен Джехиге қалай әдемі тұру керектігін түсіндірді. Қандай купальник оның фигурасын ерекше көрсетеді. Джин шошып кетті. Ким Джун мен оның командасының мұндай жарыстарда тәжірибесі болмаған. Осы кезде Джиенге үнемі ғашық болған Ли Джун да оған асықты. Ким Джун бірден Джиенге купальник кигізді. Ол Ли Джунның оны купальникпен көргенін қаламады. Ли Джун мұнда Джиенге сырға сыйлау үшін келді. Купальник байқауында басқа зергерлік бұйымдарды тағуға тыйым салынғанымен, байқауға қатысушыларға сырға тағуға рұқсат етілді. Бұл кішкентай әшекей байқауға қатысушыларды харизматикалық етіп көрсетуі мүмкін. Хон Джун бұл туралы қайдан білсін? Джиен де оны жақсы көрсе, оған көбірек сырға тағу керек екенін сезсе де, ол Хон Джунның өзі бағалауына нұқсан келтіргісі келмеді. Сондықтан ол Ли Джунның сыйлығынан тікелей бас тартты. Хон Джун өзінің кемшіліктерін де білетін, бірақ бәрібір бұл сырғалардың арзан екенін және Джиен басқа адамдардың мейірімділігін соншалықты назардан тыс қалдырмауы керек екенін қыңырлықпен айтты. Сонда ғана ол Ли Джунның сыйлығын қабылдауға келісті. Бірақ ол өзіне деген сенімділікке толы болып, байқауға қатысуға дайындалып жатқанда, оны тоқтатуға келген атасы мен әкесін кездейсоқ кездестірді. Джи Йеннің әкесі оның киінгенін көріп, есінен танып қала жаздады. Содан кейін ол ашуланып, Джи Йеннің бетінен тура ұрды. Ол анасының көкте екенін, егер ол бәрібір байқауға қатысатын болса, анасына жамандық жасайтынын айтты. Ол отбасын ұятқа қалдырады. Джи Йен көзіне жас алып, егер анасы тірі болса, оны қолдайтынын айтты. Ол әкесі мен атасының шовинист екенін және мұндай сұлулық байқауларына бір жақты қарайтынын айтты. Бірақ олар Джиенді тыңдамады. Олар Джиенді үйлеріне апарғысы келді. Осы кезде Джиен көзімен Хон Джунға белгі берді. Ол оның не істеп жатқанын түсінді. Хен Джун бірден Джиенді ұстап алып, қашып кетті. Қалған адамдар оның отбасын сақтап қалуға тырысты. Купальник жарыстары басталып та кетті. Залда отырған Джи Йен өзінің жаман көңіл күйін көрсетпеуге тырысты. Бірақ сол сәтте кенеттен тағы бірнеше әйел пайда болды. Олар Джи Йенді дәретханаға итеріп жіберді. Олардың барлығы режиссер Джерридің шәкірттері болып шықты. Чой Сюен басты қозғаушы болды. Ол Джиннің кеуде жастықшаларын күшпен жұлып алды. Содан кейін оларды алдын ала дайындалған қайшымен бөліктерге бөлді. Басты мақсат Джиеннің купальник жарысында жоғары ұпай жинауына жол бермеу болды. Жарыс басталып та кетті. Егер Джиен қайтадан киімін ауыстырса, тым кеш болар еді. Сондықтан ол жай ғана күлімсіреп, сахнаға шығуға дайындала алады. Байқауға қатысушылардың барлығы әртүрлі қателіктер жіберді. Тек режиссер Джан Сун Джу ғана өте жақсы өнер көрсетті. Бірақ Джиен сахнаға шыққанда, төменгі қабатта отырған Хен Джун да бірдеңе дұрыс емес екенін байқады. Сахнаға шықпас бұрын оның кеудесінің өлшемі онша үлкен емес екені көрініп тұрды. Төрешілер Джиенді барлық жағынан жақсы деп ойлады. Бірақ оның кеудесі басқа сайыскерлерден ерекшеленбеді. Финал жақындап қалды. Аймақтық кезеңнің бірінші, екінші және үшінші орын иегерлері финалда Сеулдың намысын қорғайтын болады. Бірінші турдың 50 қатысушысының 5-еуі ғана іріктелгендіктен, барлық қыздар қатты қобалжыды. Үздік бестікке енгендер ғана чемпиондық атаққа таласа алады. Есімдері аталған барлық сайыскерлер өте қуанышты болды. Бақытымызға орай, Джиен жалпы ұпай саны бойынша үздік бестікке енді. Хон Чунның тобы ақыры жеңіл демалды. Содан кейін төрешілер сахнадағы 5 қатысушының ішінен бірінші, екінші және үшінші орын иегерлерін таңдауы керек болды. Осылайша метрода жеңіс тұғырынан көрінген Хен үшінші орынға ие болды. Қалған 4 қатысушының екеуі жарыстан шығып қалды. Атмосфера бірден қатты шиеленісе түсті. Осыдан кейін режиссер Джерридің шәкірті Джи Хи екінші орынға шықты. Джи Йен сабырлы болу үшін барын салды. Ол күлуге тырысты. Хон Джунның аудиториядағы тобының қобалжығаны сонша жұдырығын түйді. Бірақ жүргізуші Сонг Джудың атын атады. Бұл Джи Йеннің оқудан шығып қалғанын білдірді. Джи Йен әлі де күлуге тырысқанымен,
оның көзінен жас ағып кете алмады. Джи Йен мен Сонг Джу бірде ұпай жинады. Сонда ғана Хон Джун режиссер Джерриді тыңдау керек екенін түсінді. Енді оның компаниясы ақшасын жоғалтып, банкротқа ұшырау қаупі бар еді. Джи Йеннің жасағанының бәрі түкке тұрғысыз болып қалды. Өйткені тек үздік үшеуі ғана финалдық кезеңге өтіп, ұлттық чемпионатқа таласа алады. Сондықтан 4-ші орын мүлдем мағынасыз болды. Джи Йен тек қайтадан жұмыс іздей алды. Бірақ сол кезде режиссер Джерри тілшіге бір парақ қағаз берді. Ол оны чемпион Сонг Джуға беруін өтінді. Сонг Джу қағазды ашқанда, оның жүзі бірден өзгерді. Өйткені режиссер Джерри ешкімге айта алмайтын сырын ашты. Бірақ журналистердің камераларының жарқылының астында Сонг Джу тек күлімсірей алды. Бірақ директор Джерри оның абдырап, қорқып кеткенін білді. Директор Джерри оған берген қағаз парағында сіз мальтоза ішіп жатырсыз деп жазылған екен. Қатысушылар параметрлерді өлшеп жатқанда, директор Джерри киім ауыстыратын бөлмеде болды. Ол кенет сүтті ақ сұйықтық құйылған пластик бөтелкені көріп, бір жұтым ішіп алып, оның мальтоза екенін түсінді. Ол әйелдің кеудесінің көлемін ұлғайтып жатыр. Параметрлерді өлшемес бұрын оны ішу алдаумен бірдей. Сондықтан директор Джерри мұны кім жасағанын анықтауы керек еді. Сондықтан ол шәкірттеріне мальтозаны ішіп көруді бұйырды. Бірақ олардың бәрі мұны өте жағымсыз деп тапты. Кейінірек купальник байқауының алдындағы киім ауыстыратын бөлмеде директор Джерри Санджудың макияжын аяқтағаннан кейін жан жағына қарап тұрғанын көрді. Джерри бірден пластикалық бөтелкені Санджуға қарай лақтырды. Және, әрине, Санджу оны еденге құлаған су бөтелкесі деп қателесті. Оны көтергеннен кейін Санджу табиғи түрде бөтелкедегі сұйықтықты ішіп алды. Санджудың сөзіне қарағанда, директор Джерри оның емізетінін болжаған. Бұл оның босанғанын білдірді. Байқау ережелерінде босанған қыздардың байқауға қатыса алмайтыны анық айтылған. Сол кезде директор Джерри Санджуға жақындап, оның өзі атақтан бас тартады деп үміттенген. Өйткені Джерри де оны көпшілікке жария еткісі келмеді. Санджу не істерін білмей, директор жанға тұрмысқа шықпай-ақ балалы болғанын айтты. Директор жан қарсыласының бұл туралы білгенін білгенде, ол Санджуды жұбатқандай кейіп танытты. Бірақ шын мәнінде ол Санджудан қалай құтылуды ойлап қойған. Бұл жаңалықты естіген Сонен ұйымдастырушыларға жасырын түрде телефон соғып, бұл туралы хабарлап, финалда 3-ші орын алды. Бірақ Джи Йен де Соненмен бірге 4-ші орында болды. Сол кезде Джи Йен жұмыс таба алмай қатты уайымдады. Джи Йеннің әкесі мен ағасы ақшамен сыйлықтар салынған конверттерді дайындап, министр Пакты іздеу үшін сауда орталығына барды. Олар оның Джи Йенге жұмысқа қайта оралуына рұқсат береді деп үміттенген. Бірақ министр Пак мұндай шағын марапатқа қатты наразы болды. Ол Джи Йеннің емтиханды отбасының көзінше тапсыру үшін сауда орталығынан заттарды ұрлап кеткенін ашық айтты. Ол тіпті сыйлықты жерге лақтырып, конверттегі барлық ақшаны сілкіп тастады. Министр Пак бұл әдісті егде жастағы екі ер адамды қорлау үшін қолданған. Осы уақытта Джи Йен үйде болған кезде, оған телефон соғып, финалға қатысқаны туралы хабар келді. Хэн Джун бұл Джи Йеннің махаббатының арқасында әкелген бақыты екенін айтты. Джи Йен Хон Джунға қолдау көрсеткені үшін өте риза болды. Бірақ ол финалға қатыса алатынын білмеді. Өйткені Ли Джун оған сахна артында үнемі үнсіз көмектесіп тұратын. Джи Йен ертеңгі қарқынды жаттығуларға дайындалу үшін бірден заттарын жинады. Ол Хан Джунның мазасын алғысы келмеді. Сондықтан онымен қоштасқысы келмеді. Тек чемоданын алып кетіп қалды. Қалған финалистер шектеулі шығарылымдағы ең қымбат той көйлегі үшін күресті. Джи Йеннің ақшасы болмады. Хон Джун әлі де қарызы бар еді. Сондықтан ол көшедегі жарнамадан ең арзан көйлекті ғана таба алды. Бірақ ол ең арзан көйлектің де қолынан келмейтінін түсінді. Сол кезде оған Ли Джун қоңырау шалды. Ол Джи Йенге қымбат көйлектер дайындады. Ол өзіне ұнайтын қыздың байқауға арзан көйлекпен келгенін қаламады. Джи Йен қымбат көйлек кигенде, ол шынымен де керемет көріне бастады. Байқаудың ресми ашылу салтанаты қызыл кілемде басталды. Елдің түкпір-түкпірінен келген сұлу қыздар сәнді көліктерге отырды. Олар ең сәнді киімдерін киіп, іс-шараларға бет алды. Журналистер қызыл кілемді екі жағынан қоршап алды. Чех пен Сахеннің киіміндегі көк және сары түстердің үйлесімі одан да көп камера жарқылын тудырды. Бұл кезде Хон Джун жалғалған көйлегін әкеліп, іс-шараға асығып бара жатқан еді. Джи Йен чемоданын жалғыз өзі әрең сүйреп жүрді. Ол Хон Джунның мақтанышына нұқсан келтіргісі келмеді. Сондықтан ол Ли Джунның ұсынысынан тағы бас тартты. Ол Хон Джунның өзіне арнап дайындаған арзан көйлегін киді. Ли Джун да оның таңдауына ренжіді. Содан кейін дайындық басталды. Джи Йен жатақханаға оралып, душ қабылдағалы жатқанда, кездейсоқ оның киімін соңғы рет бүлдіріп алған екі қызды көрді. Олар шынымен кездесуге дайын болды. Кездейсоқ оларды бір бөлмеге орналастырды. Джи Йен жаңа ғана жуынатын бөлмеге кіріп бара жатқанда, кенеттен оның үстіне бір шелек суық су төгілді. Ол бұл басқа екі қыздың жоспары екенін түсінді. Жатақханаға оралғаннан кейін олар бірден ұрысып қалды.
Өйткені олар келісе алмады. Бұл Чехидің де төбелеске араласуына себеп болды. Бақытымызға орай, байқауға жауапты адам дер кезінде келді. Жатақханадағы жанжалға байланысты олардың әрқайсысының 15 ұпайы алынып тасталатын еді. Егер 30 ұпай алынып тасталса, олар автоматты түрде дисквалификацияланатын еді. Ұйымдастырушылар байқау кезінде темекі шегуге, ішімдік ішуге және жыныстық қатынасқа қатаң тыйым салынғанын бірден хабарлады. Бұл байқаудың басты демеушісі Беди косметикалық компаниясы болды. Олар косметикамен қамтамасыз етуге мәжбүр болды. Байқаудың финалисті Бедиге үлгі болу үшін келісім шартқа отыруы керек еді. Джиен байқау туралы келісімде мұндай тармақ жоқ деп қарсылық білдірді. Ол сондай ақ бұл шартпен келіспеді. Өйткені ол конкурсқа қатысу үшін Хонжан косметикалық компаниясының өкілі болды. Бұл байқаудың ұйымдастырушылары мен демеушілеріне қатты ұнамады. Демеушілер Джиен мен Хен Жунға келіп, егер Джиен келісім шартқа қол қоймаса, ол конкурсқа қатысуды жалғастыру туралы ойламауы керек екенін ашық айтты. Бірақ Джиеннің басынан өткерген қиындықтары мен сынақтары енді ғана басталып жатыр. Кеше Джиенге жұмыртқамен шабуыл жасалды. Бұл сұлулық байқауына наразылық болды. Олар сұлулық байқауын сыртқы келбетіне байланысты кемсітушілік жасады деп айыптады. Олар байқауды тоқтатуға шақырды. Содан кейін купальник киген фотосессия кезінде Джиеннің демеушілермен жанжалына байланысты ол суретке түсу үшін макияжсыз бассейнге баруға мәжбүр болды. Оның үстіне ұйымдастырушылар Джиннен жүзу төсенішіне жатуын өтінді. Джин талай рет тырысты, бірақ оған жата алмады. Жатақханаға оралғанда оның биік өкшелі туфлен біреу бүлдіріп алғанын көрді. Ең сорақысы, Сонг Юнджи жасырын түрде Джи Юнджидің макияжына тітіркендіргіш зат қосқан. Бақытымызға орай, Джехи оған егер Джи Юнджи бетіне тітіркендіргіш ингредиенттері бар макияжды қолданса, ол өнерін жалғастыра алмайтынын еске салды. Келесі күні Ни Сон Юнджи Ниче Хи ән айтып, би билеп жаттығу кезінде жақсы нәтиже көрсете алмады. Бірақ Джи Юнджидің жүзінде жайбарақат күлкі пайда болды. Өзінің бай орындау тәжірибесінің арқасында бұл спектакль ол үшін жаттығу сияқты болды. Әрине, Джи Юнджидің өнері басқа сайыскерлерге қарағанда жақсырақ болды. Сонг Юнджи мен Суфен оны әрқашан қарсылас ретінде көретін. Сондықтан олар қазір оны қызғанып, ашуланғандықтан тістерін қайрайтын. Режиссер біреуден Джи Юнджидің шашын үрлеуін өтінді. Олар желде одан бетер дірілдеп кетті. Бұл спектакльге ерекше әсер қалдырды. Әрине, бұл Джи Юнджидің қажырлы жаттығуларының нәтижесі болды. Инвестициялық компанияның Ли Джун мен Джи Юнджидің бұрынғы басшысы министр Пак қатысқан байқау алдындағы төрешілер жиналысының уақыты келді. Олар демеушілер мен төрешілер болды. Олар сайыскерлерді бағалап, байқау басталар алдында оларға ұпай берді. Купальниктерді бағалаудың бірінші критерийі мойын сызығы болды. Джи Юнджиге жоғары баға бермек болған әйел төреші ескерту алды. Ол бұл ұпайды басқа қатысушыға берді. Екінші критерий мойын сызығы. Басты назар мойынның қисық сызығына және арқа сызығына аударылды. Қарапайым тілмен айтқанда, жаға неғұрлым биік болса, соғұрлым әдемі болады. Ал мойын шеңбері дұрыс болуы керек. Егер жаға мойын шеңберінің жартысына тең болса, бұл өте қолайлы болады. Иықтар түзу болуы керек. Ал егер олар сәл қисық болса, жақсы. Барлық төрешілер байқауға қатысушыларды осы стандарттар бойынша бағалады. Бағалау парағын бірінші болып министр Пак көрсетті. Ол Джиенге ең төменгі ұпай берді. Бақытымызға орай, Ли Джун Джиенге ең жоғары ұпай берді. Сондықтан оның ұпайлары теңестірілді. Бағалау аяқталғаннан кейін министр Пак тынышталмады және Джиенге бұл оны басынан бастап тыңдамауының нәтижесі екенін айтты. Министр Пак Джиенге егер ол қазір келіссе, ол өз шешімін қайта қарауы мүмкін екенін айтты. Джиен министр Пакты өлтіруге шешім қабылдады. Сол кезде Ли Джун күдіктенбеу үшін Джиенге қоңырау шалып, оған жалпы ұпай айтты. Бұл оған келесі қойылымдарға сабырмен дайындалуға мүмкіндік берді. Өте тез байқауға қатысушылардың барлығы кезек сахнаға шықты. Ән айтып, би билеп жатқанда Сонг Йен режиссер Чан қалағандай әдейі құлап кетті. Ол камераға түскісі келді. Нәтижесінде Сонг Йен кадрға түсе алмады. Бұл кезде Джи Йен сахна артында болды. Ол жақындарының видеосын көріп, ақыры отбасының қолдауына ие болды. Бұл Джи Йенге қатты әсер етті. Сол кезде байқауға қатысушылар өз өнерлерін көрсете бастады. Режиссер Чан сахна артында тұрып, өз қатысушыларын жігерлендірді. Режиссер Чанның шамадан тыс әрекеті режиссер Джерриді ұятқа қалдырды. Хен Джун Джиеннің өнеріне қатты алаңдады. Бірінші команда ойынды тез аяқтады. Екінші команда бірден бастады. Барлық көрермендер Джиханың жамбастарынан жиіркенген көздерін ала алмады. Келесі сахнаға Джи Йен шықты. Джи Йеннің сахнадағы өнері шынымен де керемет болды. Залда жүздеген мың көрермен отырса да, ол ешқандай толқуды сезінбеді. Джин 10 сантиметрден жоғары өкшелі туфлі киюге мәжбүр болғанымен,
оның сахнадағы қимылдары өте табиғи болды. Оның қойылымы режиссер Чжанның үнсіз қалуына себеп болды. Бірақ ең қызығы алда болды. Хон Джун аудиторияда отырып, ақымақ сияқты қуанды. Джи ән айта бастағанда, бүкіл аудитория қатып қалды. Оған ұзақ уақыт ән айтып, би билеуге тура келсе де, бұл оның дауысына әсер еткен жоқ. Режиссер Джерри де Джиенмен келісім шартқа отыра алмағанына қатты өкінді. Залдағы барлық көрермендер Джиенді қолдады. 20 жыл бұрынғы хореография күтпеген жерден осындай күшті әсер қалдырды. Режиссер Джерри өз қатысушылары үшін қатты уайымдады. Өйткені олар қалай ән айтса да, билесе де, эмоцияларын білдірсе де, сүйкімді болса да, Джихи Джиенге тең келе алмады. Миссис байқауының финалға басталғалы тұрған еді. Макияж бөлмесінде барлық қыздар финалға дайындалу үшін әр минутты пайдаланды. Джиен өзінің макияж сөмкесін алып жүрді. Оның осы уақытқа дейін көмекшісі болған жоқ. Байқау басталғалы жатыр еді. Бірақ Хон Джун кешігіп қалды. Ал Джиен жай ғана жымиып, бәрін өзі шешетінін айтты. Режиссер Джерри Джиенге көмектескісі келді. Бірақ ол байқауға қатысушылармен әлек болды. Сондықтан ол Джиенге дәретханаға тез барып, макияж жасау үшін айнасы бар орын табуды ғана еске сала алды. Қалған сайыскерлер киім ауыстыратын бөлмеде мұқият макияж жасайтын. Джиен макияж сөмкесін өзі алып жүруге мәжбүр болды. Ол көйлегін өзіне қысып, жуынатын бөлмеге асықты. Осы кезде Ли Джун макияж суретшісін Джиенді іздеуге алып келді. Өйткені ол Хен Джунға маңызды сәттерде сенуге болмайтынын білді. Бірақ Джиен тағы да Ли Джунның көмегінен бас тартты. Ол оның оған деген сезімі бар екенін білді және Хен Джунның қандай да бір түсініспеушілікке ұшырағанын қаламады. Ол оның жақын арада осында келетініне сенді. Осыдан кейін Джиен үзілді-кесілді кетіп қалды. Дәретханаға барғаннан кейін ол макияж жасап, шашын қиды. Соңғы кеш осы уақытта басталуы керек еді. Іс-шараға Джиеннің отбасы да келді. Жүргізушінің келуімен жарыс ресми түрде басталды. Байқауға қатысушылар өздерін таныстырып, қатысқандарын жариялады. Кезек Цихенге келгенде, оның шынайы және кішіпейіл жүзі төрешілерге өте жақсы әсер қалдырды. Жарыстың финалдық кезеңі тез келді. Ол ең керемет болды. Купальниктер сайысы. Төрешінің мұқият бақылауынан кейін ұйымдастырушылар купальниктер сайысы үшін тез баға алды. Сонымен метрода ұшу-қону жолағын басып өткен Хен 8 ұпай алды. Сан Ян кәсіби биші 7 ұпай және оннан 9 ұпай жинады. Одан кейін Джиен болды. Өйткені Джиен көп жылдар бойы қатты жаттығып, бір орында тұрды. Сондықтан оның аяғы өте түзу болды. Оның белі өте жұқа, аяқтары мен жамбастары өте қатты болатын. Джиеннің кішкентай бюсті болғанымен, оның пропорциялары жалпы алғанда өте үйлесімді болды. Төрешілер оған 8 ұпай, оннан 4 ұпай берді. Бірақ Джиен мен оның отбасы тым ерте қуанбауы керек еді. Өйткені сұлулық ханшайымы Чехи бірден пайда болды. Чехи жоғары білімін беделді университетте аяқтады. Бұл оған сенімділік берді. Ол 8 ұпайдан 5 ұпайдан жоғары бал алды. Содан кейін Джин өзінің жоғары ұпайының арқасында үздік 15-тікке оңай кірді. Үзіліс кезінде Джин Хон Джунға хат жазды. Бірақ одан ешқашан жауап алған жоқ. Бұл арада төрешілер дәстүрлі сұлулық байқауын қалай өзгерту керектігін талқылады. Байқауға қатысушыларды бағалау критерийлері тек жоғары білім мен жақсы жұмыспен шектелмеді. Әділдік үшін олар қарапайым деңгейде жұмыс істейтін үміткерлерге мүмкіндік беруі керек еді. Олар сондай-ақ табиғи сұлулығы бар және пластикалық ота жасамаған үміткерлерге қосымша ұпай беруі керек еді. Сондықтан болашақта пластикалық операциядан кейін бет әлпеті бірдей болмайды. Бұл сонымен қатар Джиенға көбірек мүмкіндіктер ашты. Джиен тез арада шыңға шықты. Чехиде үміткерлер тізіміне оңай еніп кетті. Содан кейін Сун Йен косметикалық компаниядан арнайы сыйлық алды. Сондықтан Хен және тағы 2 қыз бір уақытта 3-ші орынды иеленді. Ол кезде сахнада әлі 2 қыз қалды. Тегудан үміткер 2-ші орын алды. Демек, 2 қыздың бірі Джиен мен Чихи, біреуі ару атағын тезірек алады. Екіншісі, әрине, 2-ші орынды иеленіп, вице-мисс болады. Жүргізуші нәтижелерді жариялағаннан кейін жеңімпаздардың есімдерін жариялай бастады. Күткендей, Құдай тырысып жатқандарды назардан тыс қалдырмайды. Джиен ақыры Чихиді жеңіп, Корея аруы атанды. Бұл нәтиже Джиеннің отбасын таңғалдырды. Олар қыздарынан Корея аруы атағын алады деп күтпеген. Министр Пак та таңғалды. Ол лифтте дірілдеп тұрған қарамағындағылардың енді Корея аруы болады деп күтпеген. Сонымен бірге Джин Корея аруы атағын алды. Ол сондай-ақ $20 миллион көлемінде үлкен бонус. Сондай-ақ 50 караттық табиғи гауһар тасты тәж алды. Ал келесі жылы Кореяның атынан халықаралық сұлулық байқауына қатысады. Бірақ соңына дейін Джиен Хен Джунды ешқашан көрмеді. Хен Джунның бизнесі шығынға ұшырағандықтан
оның үлкен ақша қарызы бар екені белгілі болды. Несие берушілер оның зауытынан барлық құрал жабдықтарды алып кеткен. Хен Джунды да ұрып соққан. Баспасөз мәслихатында Хен Джун ақыры пайда болды. Сол кезде режиссер Джерри де Хон Джунды көрді. Хон Джун Джерриге Джиеннің байқауда жеңіске жеткенін көрсетуді ұмытпады. Режиссер Джерри Хон Джуннан неге Джиенге көмек керек болғанда жоғалып кеткенін тікелей сұрады. Енді ол байқауда жеңіске жеткен соң ол пайда болды. Режиссер Джерри шынымен де Джиеннің Хон Джуннан қандай жақсы нәрсе тапқанын түсінбеді. Бірақ Хон Джун тағы да тосын сыйлар күтіп тұрғанын айтты. Шынында да Джиен Хон Джунның жараланғанын көрді. Ол қарақшылар оның зауытынан барлық құрал жабдықтарды алып кеткенін білгеннен кейін ол Хон Джунға жаңадан бастау үшін 20 миллион вондық акция сертификатын берді. Хон Джун алғашында ақшадан бас тартты, бірақ ақыры оны қабылдады. Бұл ғана емес, кейінірек Хон Джун Джи Йеннің менеджері болды. Джи Йен Корея аруы атанғаннан кейін оған түрлі телеарналардан ұсыныстар түсті. Танымал режиссерлер мен жүргізушілер онымен ынтымақтасқысы келді. Жарнамалық ұсыныстар тоқтаған жоқ. Барлығы оған өте сыпайы қарады. Бірақ Джи Йен жарнамадан тапқан ақшасын жұмсамады және өзіне заттар сатып алмады. Ол барлық ақшаны Хон Джунға берді. Бүгін Джиенге күтпеген жерден министр Пак қоңырау шалды. Ол сондай ақ Джиенге өзінің әмбебап дүкенінің бет бейнесі болуды ұсынды. Джиен әмбебап дүкенге қайта келді. Ол енді бұл жерде жүк көтергіш лауазымының жоқтығына қатты әсер етті. Ол лифтке кіргенде бұл оған көп нәрсені еске түсірді. Егер ол сұлулық байқауына қатысуға батылы жетпесе, егер ол тым қиын болғандықтан жарты жолда бас тартса, онда қазіргі Джиен әлі де лифт операторы болып жұмыс істейтін шығар. Немесе ол бұрынғыдай болуы мүмкін. Тіпті ол аш болып жұмыртқа жеп жатқанда да менеджер оған бәрібір ұрысатын. Енді әмбебап дүкеннің бас директоры Джиенмен кездесу үшін менеджермен келіссөздер жүргізуге мәжбүр болды. Оның үстіне олар оны сәнді конференция залға шақыруға мәжбүр болды. Министр Пак тіпті мұндай тәкаппар және дөрекі болуды қойды. Ол Джиенмен күлімсіреп, құрметпен және сақтықпен сөйлесті. Келесі күні ол тіпті Джиеннің үйіне сыйлыға келді. Ол еңкейіп, бұрын болған оқиға үшін оның отбасынан кешірім сұрады. Ол сондай ақ Джиеннен бұрын алып тастаған ақшасын қайтарып берді. Осылайша ол келісім шартқа қол қоя алады. Ол бірден оның сұрағанының бәрін орындайтынын айтты. Бүгінгі драма осымен аяқталады. Қарағандардың барлығына рахмет. Қош бол. Тағы кездескенше.